сіздерді күтіп тұр. Иә, құрметті көрермен, бүгін біздің студиямызда қонақта Қазақстан Жастары Конгресінің басшысы Айдын Сәбитов мырза. Ендеше қарсы алайық. Айдын мырза, қош келдіңіз, төрлетіңіз. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң, Айдын мырза, қош келдіңіз. Қазақстан Жастар Конгресінің жетекшісі бүгін біздің студиямызда қонақта. Айдын мырза, қош келдіңіз. Қош болдық. Жалпы сіздерде конгрессте басшы деп айтылама, жетекші деп айтылама, төраға деп айтылама, директор деп айтылама, президент деп айтылама, қалай атаған дұрыс? Ол негізі маңызды емес деп ойлаймын. Заңды түрде. Жалпы біздің лауазымымыз ол атқарушы директор болып табылады. Атқарушы директор. Жалпы бізде Қазақстан Жастары Конгресінде онан бөлек кеңес бар. Кеңесте жалпы көптеген саяси шешімдер шешіледі. Ал біз мына атқарушы директорат болып табыламыз. Жалпы бүкіл жұмыстарды жүргізуші орган ретінде жұмыс істейміз. Жалпы. Расында да елімізде жастар мәселесіне бірден-бір көңіл бөлетін, жастарға бірден-бір назар аударатын осы конгресс. Ең ірі жастар ұйымы, расында да. Жастар қашанда қоғамның авангарды болған, қандай іс-шаралар қозғалып жатса да, жаңа біз төтенше жағдайдағы көмек жайында айтып жатырмыз. Басқа да бір қоғамда сәл бір мәселе жылт етіп шыққан кезде бірден жастар кіріседі. Жастар бастама көтереді, жастар үлкендерді біріктіреді, былайша айтқанда. Ол бізді әрине қуантады. Енді Айдын мырза, біз негізі елбасының мақаласына қатысты сізді шақырған едік. Мақалада жастарға қатысты көп дүниелер айтылған. Қоғамымыздағы ең беделді жастар ұйымының басшысы ретінде осы мақалаға қатысты ойыңызды білсек деп едік. Және алдағы уақытта осы елбасының қойған талаптары, тапсырмалары жастар тарапынан қандай іс-шаралар арқылы жүзеге асады? Жалпы, әрине өткен аптада елбасы үлкен мақала жолдады. Және де осы Нұр Отан партиясының бірінші орынбасары айта кеткендей, бұл мақала ең бастысы еліміздің жастарына бағытталған болып табылды. Жалпы бұл жерде елбасы айтқандай, негізі бұл сатылап келген бағдар болып табылады. Оның алдында мысалы 2004 жылдар мәдени мұра, онан кейін халық тарих толқынында деген жобалар болды. Енді бұл жерде жылдың басында экономикалық жаңғыру болды. Яғни экономикалық жаңғыру ол рухани жаңғырудан бөлек жүрмейді, әрине. Сондықтан да бұл жерде елбасы 6 бағыт бойынша өзінің көзқарасын білдірді. Жалпы негізгі мақсат менің ойымша бұл жерде халқымыздың сана сезімін жаңа өмірлік талаптарға, жаңа заманның талабына бейімдеу. Әрине жастар бейім, ол ең бастысы прагматизм, адами капиталды дамыту. Осы тәуелсіздік алған жылдардан бері елімізде мысалы шын негізінде жастарға да мысалы көп жағдай жасалды ғой. Жастарымыз ең бастысы өзін дамыту үшін, елімізді дамыту үшін білімі жоғары болу керек. Бірінші кезекте сапалы болу керек. Сол себепті болашақ бағдарламасы бізде бар елімізде. Яғни бұл болашақ бағдарламасының аясында қанша мың жастар шетелде білім алып, қазіргі сол кезде осы елімізде көптеген бағыттарда, көптеген яғни лауазымдарда өздерінің жұмысын атқарып келе жатыр. Сондықтан да бұл негізгі бір жетістіктердің бірі болып табылады. Ал енді бұл мақалада көңіл бөлетін бағыттардың бірі ол елбасымыз айтты ғой, біраз жаңа жобаларды бастау. Ол туған жерге туын тік деген жалпы 100 кітап, 100 есім деген. Яғни бұл жерде негізгі елбасымызға айтқысы келгені біздің жастардың түсінігіміз бойынша. Ең бастысы әр адам туған жерін ұмытпау, туған ауылы болсын, өскен жері болсын, сол жерге бір құрметпен қарау, ата-анасын ұмытпау, яғни қоршаған ортасына көңіл бөлу. Жаңағы айтып жатқандай мысалы қазір еліміздің кейбір өңірлерінде халық қиналып жатыр, ауа райының құбылуына байланысты. Бұл жерде де табиғи апат болып жатыр. Бұл жерде жастар бірігіп, өздерін мысалға Ақтөбе облысының жастары болса, олар атсалысып жатыр. Жалпы Қарағанды болса, олар да атсалысып жатыр. Жалпы республикалық деңгейде жалпы халық болып бәрі атсалысып жатыр. Бұл жұмыл көтерген жеңілдейді ғой. Айдын мырза, сөзіңіз бөлгеніме кешірім өтінемін. Жалпы жастар тақырыбы мені ерекше қызықтырады. Жалпы жастар саясаты, жастардың әлеуметтік қамтамасыз етілуі осы шет мемлекеттерде қандай жалпы сіздердің конгресс шет мемлекеттерінің қандай да бір тәжірибесін алуға тырысасыздар ма негізі? Әрине, біз міндетті түрде тырысамыз. Жалпы мысалға қазір Ресейде,
бізде жасыл ел деген ұйым бар ғой, жалпы республикалық ұйым, осы абаттандырумен айналысады, жалпы еңбек жасақтары бар. Осы ұйымды біз жалпы өткен жылы Қазақстан жастары конгресін жаңғырттық, яғни жаңарттық. Онан бөлек жас ұлан ұйымына көңіл бөлдік. Биыл жасыл елге де үлкен көңіл бөліп жатырмыз. Жалпы қазір мысалға жасыл ел осы Ресейден және Белоруссия мемлекетінен жастар ұйымдарымен байланысып, сол жақтағы тәжірибелерді алып, яғни осы жасыл елді қалай жаңа бір бағытқа жаңғыртуға болады деген бір жұмыс жүргізіліп жатыр. Неге? Өйткені бұл жерде біз білеміз, талай жылдар бойы адамдар ағаш екті, бірақтан енді бұл жерде тек қана ағаш егумен ғана емес, жалпы бәлкім жасыл экономикаға көңіл бөліп, жалпы бір экологияны бір инновациялық түрде көкжиекті кеңіту ғой, былайша айтқанда, бір сөзбен айтқанда. Өте дұрыс екен. Негізі Айдын мырза, енді мақалаға қайта оралайықшы. Жаңа айтып жатырмыз ғой, Қазақстан жастар конгресінің құрамында негізі еліміздің ең белсенді, ең беделді жастары, яғни былайша айтқанда сүттің бетіне шыққан қаймақтары ғой. Ол кісілердің алда, менің есімде, мысалы мен студент күнімде жастар саясатының ең басты проблемасы бізде ұлттық идеология жоқ, сол неге бір идеология болмайды екен деген бір таластар болатын әрдайым. Бірақ міне осы қазіргі елбасының жолдап отырған мақаласы менің ойымша бұл нағыз ұлттық идеология. Менің ойымша жастар саясатындағы бір мәселелердің бірі, темірқазық мәселелердің бірі шешілді. Енді алдағы уақытта осы бағытпен жұмыс істеу үшін жастардың қолынан не келеді? Қандай жобалар бар? Жастар конгресінің оның ішінде қозғап отырған. Ауызға іліп алатындай ірі жобалар осы жылы 2017. Өткен жыл бізде мысалға айта кететін болсақ, қысқаша, өткен жыл өте жоғары деңгейде болды ғой. Жалпы республикалық жастар форумы болды, әскери патриоттық лагерь өткізілді. Биыл енді бізде жылдың басында біз өзімізге 3 мақсат қойдық. Ең бастысы бұл жастар туризмін дамыту. Өйткені жалпы елімізде жаңа елбасы айта кеткендей мақаласында өзіміздің еліміздің тамаша жерлері бар, тарихи құндылықтары бар, олар жастарға көрсету керек, дәріптеу керек. Осы бағытта үлкен қазір жоба дайындалып жатыр. Одан бөлек мектеп спорты, мектеп оқушылар арасында спортты дамыту. Бірінші кезекте осыны қолға алу керек негізі. Менің ойымша, өте құптарлық бастама. Бұл бағытта да спорт фест деген үлкен жоба дайындалып жатыр. Осы жаздық аймақтарды да қамтиды ғой. Бүкіл аймақтарды қамтиды, бүкіл аймақтарда, аудандарда жастардың арасында волейбол, баскетбол, футбол болсын, салауатты өмір салты. Онан бөлек біз көше спорттарына көңіл бөлмекшіміз. Өйткені көше спорттары ол паркур болуы мүмкін, онан бөлек брейк-данс болуы мүмкін. Бұл мысалға кезінде батыс елдерінде өте жақсы пайдаланылған көше спорты қалай пайда болған. Жалпы кейбір аудандарда бұзақылық көп болса, жастар көшеде көп жүрсе, солардың уақытын тиімді пайдалану. Былайша айтқанда субмәдениет ретінде пайда болды, бірақ кейін бұқаралық сипатқа ие болды. Жерде сұрақ емес, қысқаша пікірімді айтып кете салайын. Жалпы өткенде Инстаграмда ашып көрдім бір атақты әншінің. Астындағы комментарийларды қарасам, сенің шалбарың жыртық, сенің мынау неге киіп алғансың, жараспайды деген сияқты. Жастардың көп уақыты бар қазір. Мен ойлап отырмын. Тиімсіз өтіп жатқан уақытын осы білімге жұмсаса, технологияны меңгеруге жұмсаса, анадан келіп кетер пайда жоқ. Ол бір әншінің ғайбаттады. Мен ойымша, бұл орайда жастар конгресінің алатын орны ерекше деп ойлаймын жалпы. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Тек биіктей беріңіздер, Қазақстан жастарын басын шын мәнде біріктіріңіздер. Айдын мырза, көптен көп рахмет. Жұмысыңызға сәттілік, өзіңізге де тек қана табыс, бақ береке тілейміз. Рахмет студиямызға келгеніңізге. Қазақстан жастар конгресінің атқарушы директоры Айдын Сәбитов бүгін студиямызда қонақта болды, ал біз бағдарламамызды одан әрі қарай